Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі тақырыбымыз алдарыңызда көріп тұрғандай мынау қаздың майы, қаздың іш майынан шыққан ерітінді. Бүгінгі тақырыбымызда осы қаздың майының қасиеттерін айтатын боламыз. Сіздермен бөліскіміз келіп отырған жақсы бір халықтық емі десе болады. Бұны қаздың майын қандай қасиеттері бар? Біріншіден, қаздың майы өте бір керемет емдік қасиетке ие нәрсе, ол иммунитетті көтереді. А витаминозды жояды, шаршауды басады, ұмытшақтықты жояды. Еркектік күштің төмендеуін емдеуге бірден бір керекті майлардың бірі. Және де ол тері ауруларына теңдесі жоқ дәрі-дәрмек десек те болады. Псориаз және де экзема күйеуде пайдалануға болады, үсікке пайдалануға болады. Қаздың майын және де тері ауруларына да пайдаланса болады. Теріні жасарту, әжімдерді жоюға да бір көмектесетін қасиеттері бар. Өкпе ауруларына да қаздың майының пайдасы бар. Пневмония, ентігу, тағы сондай ауруларға да осы қаздың майы емдікке пайдаланса жарайтын майлардың бірі. Қаздың майы денедегі холестеринді азайтып, жүректің жұмысын жақсартады, тамырдың жұмысын жақсартады. Балдарға салқын тиген жағдайда бір үлкен ас қасық қаздың майын алып, оны ыстыққа 60 градусқа қыздырып, кішкентай қасықпен бір қасық мед араластырып, соны таңертең кешке ішсе болады. Түнге чеснокты ұсақтап алып, турап, қаздың майына бірдей порцияда араластырып, салқын тиген баланың төсіне жағып, соны ыстық орамалмен орап қойса, ол да бір компресс жасаған сияқты пайдасы бар. Және де еркектік әлсіздікке де сонымен бірге пайдалануға болатын. Бұны қалай пайдаланамыз? Қаздың майын, 3 қасық қаздың майын аламыз да, 1 қасық какао порошогына араластырып, оны қыздырып, сол тұнбаны 1 сағат тамақтан бұрын ішу керек. Бірақ та осы нәрселердің бәрін жасап отырған жағдайда қаздың майы тек қана іш майынан жасалыну керек. Емдік қасиет болу үшін тері екі ортадағы май жарамайды, және де қазды пісіргеннен кейін қалған май ол жарамайды. Қаздың майы тек қана іш майы алынған жағдайда ғана, ол тұздалмаған жағдайда ғана пайдасын береді. Арғарата сіздермен сол қаздың майын қалай қыздырып, қалай көрсететінімізді сіздермен бөлісеміз. Мынау қаздың майы. Қаздың майын, іш майын аламыз. Шектің ортасындағы майларда ішіндегі жамбас майы да барады. Бірақ тері мен етек ортадағы май бармайды. Сол іш майды алып, тұздамай, тұздасақ емдік қасиетін жояды. Тұздамай, осылай өзімізге пакетке салып, керек емес болса, морозилкаға салып қоюға, тоңазытқышқа. Керек кезінде осылай алып, банный процедура дейді, міне ыдысқа су құямыз, соның ішіне банкі саламыз. Банкінің ішінде май жатыр құрғақтай. Ешқандай бұның ішінде, банкінің ішінде еш нәрсе жоқ майдан басқа. Сол бұл майды енді алып газөккеге қоямыз. Газөккеге қойып, ерігенше әбден қайнатамыз. Содан кейін алынған тұнбаны өзімізге салып қоямыз. Қазір тағы да жалғастырамыз. 30 минут қайнатқанда 30 минут қайнатқанда шыққан майы. Банный процедура. Судың ыдыстың ішіне су құямыз, оның ішіне банканы саламыз да
ішіне майды салып қайнатамыз. Жаңа айтқанымыздай. Егер де осы қаздың майы туралы айтқан тақырыбымыз сіздерге ұнап жатса, астына лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар, және де комментарий жазып, өздеріңіздің түсінбеген сұрақтарыңызды сұрауға болады. Қолдан келгенше сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Және де сонымен бірге әрқашанда сіздерге қызықты тақырыптарды қолдан келгенше түсіріп тұруға әрқашанда тырысамыз. Кім осы каналға жазылмаған болса, әлде каналдан жазылуға кешікпеңіздер. Әрқашанда жақсы тақырыптармен қуантуға тырысамыз. Каналымызда тіркелген адамдардың санын көбейтуге асығыңыздар. Және де бүкіл осы көрермендерге бүгінгіні кеште сіздерге аманшылық пен сау саламаттық тілеймін. Елімізге тыныштық, аспанымыз ашық, әрқашанда басымыз аман, үй ішімізге, әрбір істеген істерімізге Аллахтан береке болсын. Сонымен бүгінгі тақырыбымызды сіздермен қош айтысып аяқтаймыз. Аман саушылықта қош сау болыңыздар.